сәлеметсіздер ме? Мен Нұрғазина Аружан, Алматы қаласы нөмірі 109 жалпы білім беретін мектептің 11 сынып оқушысымын. Сіздерге ғылымның шамын жаққан бабамыз Әбу-Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған Әл-Фараби және қазіргі заман атты спикерлердің халықаралық байқауына Әл-Фараби және ғылымның қалыптасуы тақырыбындағы зерттеу жұмысымды ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Әл-Фараби атамыз ғылымның барлық саласымен айналысып, 150-дей ғылыми трактат жазып, артына өшпес мұра қалдырған энциклопедист ғұлама. Орта ғасырлардағы түркілік, исламдық өркениеттің жарық жұлдызы. Оның есімі әлемдік өркениеттің тарихында әйгілі ойшыл, философ, математик, физик, астроном, әлеуметтанушы, тілді, сөз өнерін, саз өнерін зерттеуші ретінде кеңінен танымал болды. Білім ғылым Әл-Фарабиге дейін болды, бірақ білдің дегеннен білмейтінді көп болатын. Осы білместік, білуге деген қызығушылық, құштарлық жастайынан Әбу-Насыр Әл-Фарабиді білім ғылымға жақындатты. Ол медресеге бармай жатып, оқу мен санауды, жазуды білді, яғни ізденіп үйренді. Онымен шектеліп қалмады, білімінің бәрін зерттеп, тәжірибе жасап көрді. Солардың бірі қыштан жасалған құмыралар болатын. Бұны ойлап табу арқылы өз қаласын су басудан аман алып қалды және сауда орындарын жүйелеп, қаласының дамуына үлкен үлесін қосты. Өз жерінде оқитынның бәрін оқып, еститіннің бәрін жазып зерттеп болғасын, ғылымның бұдан да терең екенін ұғынып, басқа да жерлердің білімін, тарихын, табиғатын көру үшін ұзақ сапарға шығады. Сапарында көпті көрген, естіген оқырмандардың ғылымын сұрап, тыңдап, жазып, зерттейді. Осындай сапардың бірінде Әбу-Насыр өзінің әріптесі Әбу-Махмуд екеуі Қорқыт қарияға кезігеді. Қорқыт қарияның қасында болған уақытта Әл-Фараби жер асты заңдылықтары, жер сілкінісі туралы, жануарлардың өзіндік сипап сезу қасиеттері бар екенін және магнит тасы туралы көп мағлұмат естіп көреді. Қарияның нұсқауы бойынша түрлі есеп амалдар шығарып, секунд, минут ұғымдарын енгізеді. Металдың химиялық құрамы жайында зерттеу жасайды. Әл-Фараби Рей, Каир, Алемпо, Шам, Бұхара, Самарқан, Мерв, Бағдат, Харан қалаларында болып, білімін үнемі жетілдіріп отырған. Ол Бағдатқа барғанда грек ойшылдары, әсіресе Аристотель еңбектерін жан-жақты танысып зерттеген. Ол Аристотельдің категория, метафизика, герменевтика, риторика, поэтика, тағы басқа философиялық және логикалық шығармаларын зерттеген. Кейбіреулерін жатқа білген. Оларға түсініктемелер жазған. Фараби Аристотель мұраларын жоғары бағалап, араб тіліне аударып, оның көзқарастарын қарапайым, бәріне түсінікті тілде жазып шығарған. Сондықтан шығыс философтары Фарабиді екінші ұстаз атап кеткен. Сапар барысында Әл-Фараби компас, айна, ойыс, линза тәрізді заттарды ойлап шығарады. Арада 10 жыл өткен соң өзінің оқып білгенінің бәрін өзгелерге де үйреткісі келді. Өзгелер де білсінші, түсінсінші деген оймен ол Испеджаб қаласына ұстаздық қызметке келеді. Алғашқы кезде дәрісті оқытуды мүлде басқаша бастады. Құранды жақсы оқи білген жастарға ол астрономия, математика сабақтарын көптеп жүргізді. Сонымен қатар ол өзінің дәрісінде көңілін табиғат дүниесіне де көбірек бөлетін болды. Ол ғана емес, ол өзінің ересек шәкірттерін қала сыртына серуенге алып шығып, неше алуан қызықты әңгімелер айтатын болған. Фараби өзінің шәкірттеріне білім ғылымды зерттеп оқуды үйретіп қана қоймай, қоршаған орта, туған дала, жан дүниесінде зерттеп түсінуді де дәріптеген. Табиғат дүниесінің арасына барып, ұстаз айналасындағы заттардың сырын жайында сөйлей бастағанда жастар аса зор ықыласпен тыңдайды. Ұстаздың қолына алған гүлдері жайнап, нұр сәулесін шашқандай, тіл қатып сырын айтқандай. Тау-тас, аң-құстың барлығы Фарабиге сыр айтатын сияқты. Ғалымның айтуы бойынша тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Ғалым білім ғылымды тек игілікке қолдан дейді. Ол үшін сенің жан дүниең кең, таза болу керек. Ол таза болу үшін сен алдымен өзіңді, одан кейін сені қоршаған ортаны жақсы көруің керек дейді. Фараби атамыз мен үшін өшпес бір керемет данышпан тұлға. Оның ғылым мен білімнің дамуына қосқан үлесі шексіз.
білім ғылымды оқып зерттеді. Әртүрлі, тіпті Еуропада сол кезде жасап шығармаған заттарды ойлап тауып жасады. Бар білгенін, түйгенін шәкірттеріне оқытып үйретіп берді. Үйретіп қана қоймай, ол білім ғылымды қалай, неге, не үшін қолдану керектігінде айтып бағыт-бағдар берді. Әбу-Насыр әл-Фараби тұңғыш ғылым танушылардың және оны таратушылардың бірі. Ол кісінің еңбектері әлі күнге дейін жетіп, зерттеліп, одан әрі дамып тереңдеп жатыр. Тіпті 1150 жыл болса да, әл-Фараби білім мен ғылымның айнымас бөлшегі болып қала бермек.